достар, сіздерге шаблонда удаление фона қалай жасайды соны көрсетемін. Ол үшін мына бір тұрған Background Eraser деген приложениеға кіресіздер. Кірген сәтте мына өшіргіштің суреті бар түрін таңдайсыздағыны. Осы бір түрін таңдайсыздар, рекламаға X шығады, оны өшіресіздер. Одан кейін мына жерде екінші тұрған авто дегенді басасыздар дағыны. Мына тұрған шеңбердің үстінен бүйтіп шеңберді былай алып келесіздер. Қызыл тұрған шеңберді домалақ шаблондардың ішіне қоясыздар. Сол кезде бізге қажетті шаблонды удаление жасап береді. Енді save дейміз, және JPEG деп таңдаймыз. Осылай сақталынды, finish дейміз. Тағы да басамыз, мінекей. KFC'ден жаңалық, бәріне жететін Family Box тапсырыс беріңіз. Және сыйлықта 1 литр ас су алыңыз. KFC. Оларды X басып жауып отырасыздар. Қайта көрсетемін, авто дегенді басамыз. Мына шеңберді осылай алып келесіздер. Үстінен басып, жылжытып, өздеріңізге сақтап аласыздар. Міне. Сіздер үшін барлық жұмысты жасап береді. Save дегенді басамыз, PNG дегенді басамыз, сөйтіп сақтап аламыз. Сіздің галереяңызда сақталынып тұрады.